Құрметті жолаушылар, сақ болыңыздар. 68-ші Астанадан Семейге қатынайтын Тұлпар-Тальга жүк пойызы бірінші жолға келе жатыр. Алыс сапарға шыққан әрбір жолаушы елдің бір шетінен екінші қиырына дейін қауіпсіз жету үшін теміржолшылардың атқаратын еңбегі зор. Күн сайын шойын жолдар арқылы 100-деген пойыздар жүйткейді. Ал бұл жердегі қауіпсіздікке мыңдаған адам жауапты. Ал бүгінгі кейіпкеріміз теміржол саласына 42 жылын арнаған. Олай болса, ағайымыздың еңбек жолына шолу жасайық. Мен Ұлтаев Сағындық Көшкімбайұлы 1952 жылы 2-ші периодта дүниеге келгенмін. Ақтөбе облысы Шалқар ауданы теміржолшы семьясынан. Өзім мен 42 жыл теміржол саласында жұмыс істедім. 2013 жылы Асқар Мәменнің қолынан ерен еңбек медалімен марапаттады. 15 жылы зейнетке шықтым. 2018 жылдан бастап осы мектепте қарауыл қызметін атқарамын. Мектеп үлкен, 2 ауысымда жұмыс істейміз. Мектептің ішкі сыртқы мүліктеріне жауап береміз. Зейнет жасына қарамастан еңбек етіп келемін. Өсіңгі жастарға айтатыным, еңбек етіңіздер. Еңбектің береке, еңбектің арқасында көп жетістікке жетесіздер.